Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Келесі мысалды қарастырайық. Бұл жердегі мысалдың алтауында емес, тек қана екеуін ғана көрсетем. Екінші мысалды және алтыншы мысалды. Екіншіге тоқталайық. 0,5 аның -3 дәрежесі, бұның 5 дәрежесі. -12 тең. Бірінші жақшаны ашып аламыз, яғни дәреженің сыртын көбейтіндінің дәрежесінің қасиетін пайдаланамыз. Яғни ол деген сөз, әрбір көбейткіші жеке-жеке дәрежелейміз. 0,5-тің -12 дәрежесі көбейтілген аның -3-тің -12 дәрежесі көбейтілген бұның 5 дәрежесінің -12 дәрежесі. Міне, көбейткіштердің әрқайсысын жеке-жеке дәрежелеп алдық. Енді 0,5-ның -12 дәрежесін есептеу үшін 0,5-ті 1/2 деген түрде жазып алған тиімді бізге. Аның -3 дәрежесі мен -12 дәрежесі, яғни дәреженің сыртында дәреже қасиетіне келіп тұр бұл. Бұндай жағдайда екеуі бір-біріне көбейтіледі, 2 дәреже. Сол үшін мынандай қылып жазамыз. Яғни аны, мына жерде -3 пен 12-ні көбейтетін болсақ, 36 болып кетеді. 36 көбейтілген. Мына жерде бұның дәрежелері де. Дәреженің сыртында дәреже, ол деген сөз 2 дәреже бір-біріне көбейтіледі. Яғни -60 болады. Ары қарай жалғастырайық. Енді 2-ден 1-дің -12 дәрежесін есептегенде біз бірінші теріс дәрежеден құтылып аламыз. Бөлшекті теріс дәрежелеген кезде бөлшек керісінше айналып кетеді. Алымына бөлімі шығып кетеді да, бөліміне алымы түседі. Сондықтан +12 болып қалады. Аның 36 дәрежесін өзін жазып қоямыз. Көбейтілген бұның -60 дәрежесі. Енді 2 бөлінген 1 мына жерде 2 шығады. 2-ның 12 дәрежесі күйінде жазып қояйын, өйткені оны есептеп отырмай-ақ қояйын. Енді аның 36 дәрежесі өзі жазылады. Ал бөліміне осының барын. Бұның -60 дәрежесі бөлшекке түседі да, бұның 60 дәрежесі болып қалады. Міне. Минустан құтылдық бәрінен. Жалпы бізге бұл жер минустан құтыл демеген, өрнектер дәреже көрсетілген дәрежеге шығарыңдар деген. Біз соны істедік. Енді 6-шы мысалды көрсетейін. 6-шы мысалда -0,5 x-тің -3 дәрежесі, y-тің 4 дәрежесі. Яғни көбейткіштер дәрежелеу керек бұл жерде. Яғни барлығын шетінен дәреже жазып саламын. Біртіндеп дәрежелеймін, 3 дәрежелеп. Көбейтілген x-3-тің кубы көбейтілген y-тің 4 дәрежесінің барлығын жазып алым. Сонда мынаны есептейік. 0,5 дегеніміз бағана айттық біз 1/2. Енді дәрежесін қарайық біз. Дәрежесі бізде куб. Тақ дәреже. Ал теріс санның тақ дәрежесі ол теріс сан шығады. Сондықтан 0,5 2-ден 1 десек, -2-ден 1-дің кубы болады. Міне, біртіндеп жазайын қазір барлығын. Минусты алдына шығар жерден 1/2-нің кубы деп жазып қояйын. Оны 1-ден есептесек те болар еді, қазір сіздер түсінбей қалмаңыздар. Енді мынаны есептейік. x -3 дәрежесі, x-тің -3 дәрежесі. Оның сыртында 3 дәрежесі, яғни дәреженің дәрежесі деген сөз 2 дәреже бір-біріне көбейтіледі бұл жерде. -3-ті 3-ке көбейтем, сонда x-тің -9 дәрежесі болады. Көбейткен. Енді мына жер дәреженің сыртында дәреже 4-ке 3 көбейтіледі, дәрежелер көбейтіледі. Y-тің 12 дәрежесі болады. Тең. Ары қарай есептейміз. 1/2-нің кубы деген сөз ол 1/8. Көбейтілген x-тің -9 дәрежесін 1/x-тің 9 дәрежесі деп жазып алайын. Көбейтілген y-тің 12 дәрежесі. Енді бұларды ықшамдап қояйын, сонда алымына y-тің 12 дәрежесі жазылады. Өйткені ол көбейтіліп тұр бөлшекке. Бөлімде 8 бөлінген x-тің 9 дәрежесі болады. Міне, мысалдарды қарастырдық.
Рахмет тыңдағандарыңызға. Сіздермен бірге болған Ермек Алханұлы.